Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін үй жағдайында күрішті қандай тәсілмен жасайтынымды толық видеода көрсететін боламын. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құямыз. Алдын ала жуып, тазартылған күрішімізді салып, жақсылап қуырамыз. Асты жабысып қалмау үшін жақсылап араластырып тұру керек. Осы сәтте ыстық қайнап тұрған суымызды құйып, тұзымызды қосамыз. Суымыз күріштің бетімен бірдей болу керек. Кейін қазанның қақпағын жауып, ең баяу отқа қойып, 20-25 минутта пісіреміз. Міне біздің күрішіміз дайын болды. Енді бір ас қасық сары май қосып, жақсылап араластырамыз. Сол кезде біздің күрішіміз өз формасын ұстап, әдемі болып тұрады. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.